Құрметті тыңдармандар, біз бүгін ағылшын тілі мұғалімдерінің топ 5 қатесі туралы айтамыз. Яғни бұл менің байқауымша барлық мұғалімдерге топырақ шашпаймын, бірақ көбінесе біз ағылшынша тез сөйлеп кетуімізге кедергі болатын қателер бар. Соларға тоқталайын. Бірінші бұл қазақша көп сөйлеуі мұғалімдердің, яғни ағылшынша азырақ, себебі олар түсінбейді деп қазақша көп түсіндіру, бұл яғни олардың бірінші қатесі. Жалпы ағылшын тілі ол тірі тіл болғандықтан, сода сөйлемей, яғни қазақша тыңдау арқылы оқушы ешқашан ағылшынша тез, яғни нақты сөйлеп кете алмайды барлық тақырыпта. Сондықтан бұны мен бірінші қате деп алып отырмын. Екінші, тапсырма түрлерін түсіндірмеу. Яғни біз мысалға true, false немесе аударма, мысалы translation деп тұрады. Соларды әр сабақ сайын оқушы сұрап отырады. True, false десе, апай true, шындық па еді, false қайсысы еді деп мысалға. Соны, яғни басында бірден барлық тапсырманы түсіндіріп тастау, немесе оқушыларға сондай таратып беру, мысалға тапсырма түрлерін, олар өздері. Себебі бұлай түсіндірудің артықшылығы неде? Себебі мысалы олимпиадаға барады, жарысқа барады, сол кезде мұғалім онымен бірге болмайды. Қазір ағылшын тілі бұл кез келген нәрседе қосылады. Мысалға қарапайым ертең жоғары оқу орнында сен өз мамандығыңда, мысалға биология таңдасаң да, сен ағылшын тілінде өзінің мамандығыңды оқисың. Яғни қазір бұл универге де қосып қойған, может колледждерде бар, мен оны нақты білмеймін. Яғни бұл болашақта магистратураға түсуге де сол кезде саған тапсырма ағылшынша берілуі мүмкін. Қазақша беріліп жүрген шығар қазір. Бірақ келешек мысалы ағылшынша қосса, сол кезде сен тапсырманы түсінбегендіктен, тапсырма беріліп тұрған тапсырманы түсінбегендіктен, сен солаймен тапсырманың барын қате орындауың мүмкін. Сен барлығын білесің, ағылшынша біліп тұрсың, сөйлемдердің барын, бірақ тапсырманы түсінбей тұрсың. Антетте мысалға not деп тұрады, жоқ, алып таста деп тұрады, болымсызын тап деп тұрады. Сен керісінше болымсызын тауып қойдың мысалға. Сол кезде сен балыңнан айырылып қаласың, тапсырманы түсінбегендіктен. Үшінші, әрине спикингге көп көңіл бөлмеу. Бұл көбінесе мысалға грамматиканы қайта соны айналып келіп айта беретін мұғалімдер болады. Грамматика, әрине грамматика бірінші орында болу керек, бірақ мысалға кішкентай бала кезінде сөйлеген кезде қатемен, өзінің туған тілінде де қатемен сөйлеп үйренеді. Мысалға қазіргі балалар мысалы үш тілді араластырып сөйлейді, яғни ол проблема емес. Бала өсе келе өзі ажыратып алады. Сондықтан спикингді көбірек мұғалім кем дегенде бір спикинг, бір диалог, бір монолог әр сабағында сол тақырыпқа қатысты айтқызса, сол кезде сабақ жақсырақ, өнімдірек болмақ. Төртінші, жайдан күрделіге қарай тыңдалым жасамау. Яғни көбінесе оқушыларға және мұғалімдердің өздеріне де ең қиын, әрине бұл біздегі дағдының біреуі, бұл тыңдалым, listening. Тыңдауды, яғни 100% жасаған адам, значит, ол жақсы сөйлей алады, жақсы меңгерген тілді. Себебі тыңдалым бұл ең үлкен өнімді көрсететін дағды. Соны әр сабағында мұғалім қосып отырса, жай тақырыптардан бастап күрделіге қарай, яғни бұл дағдыда қолжетімді болады. Ал біз кейде ұмытып кетіп жатады, мысалға мұғалімдер, ұмытып кетіп бір сабағын екінші сабағында қосып не істесе, ол кезде ол жүйелі түрде, яғни жүрмейді. Яғни бұны біз тыңдалымды бір қорқыныш нәрсе сияқты жауып тастамауымыз керек, керісінше соны әр сабақта ашып отырсақ, оңайырақ болады. Бесінші, оқушыларға жаңа сөздерді оңай деп ойлау. Бұны неге алып тұрмын? Себебі кейде мұғалім былай ойлайды: маған оңай сөз, немесе керісінше маған қиын сөз, оған қиын айту, немесе маған оңай сөз, оған оңай деген сияқты. Яғни өзінің рөлін алып алады да бұл жерде. Ал әр оқушы әртүрлі, жеке өз алдына тұлға, және олардың қабылдауы да әртүрлі. Сол кезде, яғни өздерінен сұрау керек те, оқушылардың бұл сөз сендерге оңай ма, қиын ба? Бұны былай жаттау керек, яғни қиын сөздерді үнемі қайталап отыру деген сияқты.
әрине менің тыңдармандарым көбісі оқушылар болғандықтан, сендерге осы туралы өз ойларыңды жазуды сұраймын. Осы 5 қателікпен келісесіңдер ма? Тағы ағылшын мұғалімі сабақты жүйелі дұрыс түрде өту үшін өз ойларыңды жазып кетсеңдер комментарийға, және қосатын тағы да қандай қателіктер бар. Яғни біз бұнымен ағылшын тілі мұғалімдері дұрыс емес деп айтып отқан жоқпыз. Керісінше біз қатемізден үйреніп, соны жақсартуымыз керек. Соның ішінде біз оқушымен жұмыс жасап отқандықтан, яғни мұғалімдер оқушымен жұмыс жасағандықтан, біз сол адамдардың көзқарасын, солар қалай ыңғайлы, олар қалай көреді бізді, сол жағынан ойланғанымыз дұрысырақ деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет барлықтарыңа. Және де жаңағы айтқанымдай, өз ойларыңмен бөліссеңдер, мен өте қуанышты боламын. Алдағы сендерге сабаққа сәттілік тілеймін, оқушылар. Және маған лайк басуды, комментарий жазуды және каналыма жазылуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше. Goodbye, сау болыңдар.